Сәлем достар. Бүгінгі видеода біз көпшілікті мазалайтын маңызды мәселені талқылаймыз: цистит. Бұл ауру әсіресе әйелдер арасында жиі кездеседі және уақытында емделмесе күрделі асқынуларға әкелуі мүмкін. Бүгін сіздерге циститтің белгілері, оның себептері және үй жағдайында халықтық әдістермен қалай емдеуге болатыны туралы айтамын. Бұл ақпарат сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы болады. Цистит – бұл қуықтың қабынуы. Оның белгілері келесідей болуы мүмкін. 1. Жиі зәр шығару. Әр бірнеше минут сайын дәретханаға барғыңыз келеді, бірақ әрдайым толық босану сезімі болмайды. 2. Зәр шығарудағы ауырсыну. Зәр шығару кезінде күйдіру немесе ауырсыну сезімі пайда болуы мүмкін. 3. Құрсақ асты ауруы. Төменгі іш аймағында ауырсыну сезіледі. 4. Зәр түсінің өзгеруі. Зәр бұлдыр, тіпті қан аралас болуы мүмкін. 5. Дене температурасының көтерілуі. Кейбір жағдайларда жеңіл қызу байқалуы мүмкін. Егер осы белгілердің бірнешеуі байқалса, тез арада емделуге кірісу керек. Циститтің пайда болуына бірнеше себеп бар. Инфекциялар, көбіне цистит бактериялардың әсерін болады. Суық тию. Суықта ұзақ уақыт отыру немесе ауа райына сәйкес киінбеу қуықтың қабынуына әкелуі мүмкін. Гигиена ережелерін сақтамау, дұрыс емес жуыну немесе төмен сапалы гигиеналық құралдарды қолдану. Иммунитеттің төмендеуі. Ағза әлсіреген кезде инфекциялар тезірек таралады. Енді циститті үй жағдайында емдеудің тиімді халықтық әдістеріне тоқталайық. Ескерту: егер жағдай нашарласа, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. 1. Көп мөлшерде сұйықтық ішу. Таза су, мүкжидек немесе мүк шайырының морстары, морс, шөп шайлары бактерияларды қуықтан жуып шығуға көмектеседі. Кофе мен алкогольден бас тартыңыз, өйткені олар қуықты тітіркендіруі мүмкін. 2. Жылы компресс. Іштің төменгі бөлігіне жылы су құйылған бөтелке немесе жылы компресс қою ауырсынуды басады. 3. Шөптермен емдеу. Түймедақ қайнатпасы қабынуды азайтады және бактерияларға қарсы әсер етеді. Қолдану: 1-2 ас қасық түймедаққа 1 стакан қайнаған су құйыңыз. 2. 15-20 минут тұндырып, күніне 2-3 рет ішіңіз. 3. Сонымен қатар түймедақ қайнатпасын жылы ваннаға қосып, отыру процедурасын жасауға болады. Жалбыз қасиеті: қабынуды басып, тыныштандырады. Қолдану: 1 ас қасық жалбызды 1 стакан қайнаған суға тұндырып, шай ретінде ішіңіз. Тамақ арасында ішу ұсынылады. Бүйрек шайы қуық пен бүйректен артық сұйықтықты шығарады. Қолдану: дәріханадан дайын бүйрек шайын сатып алып, нұсқаулық бойынша дайындаңыз. Белгіленген мөлшерде күніне 1-2 рет ішіңіз. Қырықбуын шөбі хвош, несеп айдайтын қасиеті бар, артық сұйықтықты шығарады. Қолдану: 2 ас қасық қырықбуын шөбін 500 мл қайнаған суға қосыңыз. 20 минут тұндырып, сүзіп алыңыз. Күніне 2-3 рет, 100-150 мл мөлшерінде ішіңіз. Маңызды кеңестер: шөптерді дұрыс қолданыңыз, белгіленген мөлшерден аспаңыз, себебі кейбір шөптердің жанама әсерлері болуы мүмкін. Көп сұйықтық ішіңіз. Шөп тұнбалары мен қайнатпаларын ішумен қатар, таза су ішуді ұмытпаңыз. Дәрігермен кеңесіңіз. Егер циститтің белгілері 3 күннен артық созылса, немесе жағдай нашарласа, дәрігерге қаралыңыз. Шөптерді циститті емдеуде қолдану оның белгілерін жеңілдетуге көмектеседі, бірақ толық ем үшін дәрігер ұсынған дәрі-дәрмектерді де қоса пайдаланған жөн. Дұрыс тамақтану: майлы, ащы, қышқыл тағамдардан бас тартып, көкөніс, жеміс және дәнді дақылдарға назар аударыңыз. 6. Гигиена. Арнайы гипоаллергенді құралдарды қолданып, жеке гигиенаны сақтаңыз. Ыстық ваннадан аулақ болыңыз, себебі ол инфекцияны күшейтуі мүмкін. Циститке қайта тап болмас үшін келесі алдын алу шараларын ұстаныңыз. Күніне жеткілікті мөлшерде су ішіңіз. Суықтан сақтаныңыз, әсіресе аяқтарыңызды жылы ұстаңыз. Жеке гигиенаны мұқият сақтаңыз. Иммунитетті нығайту үшін дәрумендер мен пайдалы тағамдар тұтыныңыз. Цистит өте ыңғайсыз әрі жағымсыз ауру, бірақ уақытылы емделсе, оны жеңуге болады. Бүгінгі бөліскен әдістер сіздерге көмектеседі деп үміттенемін. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыз. Сондай-ақ пікірлерде циститті емдеу бойынша өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер арнасы.
Сау болыңыздар және денсаулығыңызды күтіңіздер.